Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге асқабақ нанның қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Асқабақ өте пайдалы, сондықтан қыс мезгілінде жиі істеп тұрыңыздар. Осылай қытырлақ әдемі болып шығады. Ыстықтай дастарханға ұсынсаңыз, үйдегі бар жанға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіз. Видеомызды жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп, өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Ең алдымен иленіп алынған ұнымызға дрожжымызды, тұзымызды салып, араластырып аламыз. Осылай араластыра отырып, жылы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін сұйық майды құйып жіберіп, илесеңіздер қолдарыңызға жабыспай әдемі иленетін болады. Енді бетін жауып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Ол дайын болам дегенше ішіндегі салмасын дайындаймыз. Асқабақты көбіктеп тураймыз, пиязды да солай көбіктеп тураймыз. Құйрық майды да майдалап турап аламыз. Мен майды көптеу қосамын, себебі самса болсын, манты болсын, көптеу болса, дәмі ерекше дәмді болады. Енді осы үшеуіне тұз, сахар, өзіңіз ұнатқан приправа, бұрыш қоссаңыз болады. Сосын араластырып дайындап аламыз. Енді дайындап қойған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз көтеріліп, дайын болып тұрады бұл кезде. 20 минуттай уақытта. Осы қамырдан, осы рецептен 2 нан шығады. Осылай зуалай етіп, 2-ке бөліп аламыз. Біреуін үстін жауып қоямыз, екіншісін сразу жайып бастаймыз. Бұл ашаған қамыр болғандықтан үйі қанып тұруы шарт емес, өйткені жұмсақ болады. Осылай барынша жұқа етіп жайып аласыздар. Арасына жағатын майымызды құйып, қолымыздың көмегімен барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Бұл жерде менде сұйық май, кәдімгі тамаққа қосатын, сондай. Барлық жеріне бірдей жағып болғаннан кейін дайындап алған салмамыздың жартысын саламыз. Қолымыздың көмегімен барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін видеодағыдай осылай орап, бірінші осылай ұзынынан орап аласыздар, одан кейін бас жағынан ішке қарай домалақ етіп орап аласыздар. Табамызды да майлап аламыз, одан кейін дайындап қойған нанымызды осы қолымыздың май кезінде қолымыздың көмегімен осылай жайып жібереміз. Қамыр жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Қолымыз май болғандықтан қолымызға да жабыспай осылай жайылады. Осылай жұқа етіп жайып болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, оның бетіне күнжет не болмаса мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкада 220 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Бұл шамамен 25 минуттан 35 минутқа дейін барады. Бірінші дайын болды, екіншісінде тура солай дайындап пісіріп аласыздар. Ыстықтай дастарханға ұсынсаңыз өте дәмді болады. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Жасап көруге кеңес беремін, ас болсын.